Ассалаумалейкум қыздар. Бүгін iHerb сайтына тіркелетін боламыз. Мына жерде адам белгісіне басып, войти, создать аккаунт дейтінді басамыз. Менде логин болғандықтан, менде осылай тұрады. Сіздер бұрын номер немесе почтамен тіркелген болсаңыздар, солай кіре берулеріңізге болады. Ал жаңадан тіркелушілер регистрация вход дейтінді басамыз. Тіркелген кезде почта немесе номер арқылы жазуымыз керек болады. Маған номер ыңғайлы, сондықтан мен номер жазамын. Номер жазып болғаннан кейін өзіңізге ыңғайлы ұмытпайтын пароль жазамыз. Мен, например, былай деп жазамын. Я не робот дегенді басып, мына жерде берілген тапсырманы басамыз. Өте оңай. Осылай тіркелеміз. Создать аккаунт деп бізге номерімізге код барады. Соны жазамыз. Қазір бұл номер менде жоқ, сондықтан маған баспаймын. Одан кейін войти сабыл, бұл айфонда, мен бұлмен кіруді құптамаймын. Одан кейін Facebook арқылы тіркелу, оны менде кірім келмейді. Google Chrome'мен кіруге кеңес беремін. Жақсы, мына жерде сайтқа өткеннен кейін сізде автоматически кіру керек. Өзіңіздің логиніңіздің үстінен басып, автоматом ашылады. Не қыздар, өте оңай тіркелдік. Бірақ менде өзім логин болғандықтан бұл аккаунттан қазір шығып кетемін, және сіздерге өзім аккаунтымен кіретін боламын. Қыздар, видео ұнаған болса лайк басып тіркелейік. Келесі сабақты күтіңіздер.